Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен мен әбеке. Осы аптада деймін, Дремлига 2026 обновление болды. Бүгін сендерге мен қандай өзгерістер бар екен айтатын болам. Ал ендеше біз бүгінгі видео өте қызық болады. Видео бастамастан бұрын лайктарыңды басып кетіңдер. Ал енді біз қысқаша обзор көрсететін боламыз. 2026 болуына әлі бір жылдай уақыт бар. Ал енді оған дейін біз 400 подписчик азғантай қалды, соған жеткізсек. Алдымен біз составты көрсетейік. Состав кәдімгідей өзгерген. Енді мына жерде мен тіпті мына заменада 8 ойыншы тұрғасын, мен қалған ойыншыларым қайда деп таппай қалған болатым. Енді сіздер де таппай қалған болсаңыздар, мына жерде запас деген батырма бассаңыздар, сіздің қалған ойыншыларыңыз тұрады. Мына қалған 8 ойыншы бұл жай ғана ойында заменадан ауыстыратын ойыншылар ғой, бұл тек. Енді составта осындай ойыншылардың түрлерін өзгерткен, ал бірақ мына легендарный ойыншылардың түрін өзгертпепті. Бірақ қалған ойыншылардың түрлері әдемі болып тұр. Енді сөздің шыны керек, міне осы жерде қалған ойыншылар, бұлар да топовый болып тұр. Енді және мен осыдан бір ай алдын бір видеоларды көрген болатын. Ол жерде тағы бір новыйдан стадиондар қосады деп айтқан болатын, және клан ашылады деген. Кланның ашылғанын көрдім, бірақ стадиондар қосты ма қоспады ма әлі білмеймін. Сондықтан бірге көреміз. Және бізге осындай слухи о трансфері дейтін бірдеңені шығарып тұр. Бізге енді қажет емес. 550 кристалға оны құртқаннан біз ойыншыларымызды дамытпаймыз ба? Және тағы бір осындай фавориті деген бірдеңе шығып тұр екен, бірақ бізге бұл аса қатты қажет емес сияқты. Бірақ 50% скидка ойланып көру қажет. Бірақ бізге бұл аса қатты қажет емес. Одан да біз кристалымыз сақтап қойған абзал. Кристалымыз оданша тұра берсін. Бұл негізі Дремлигада өте қымбат. Тіпті донат салудың өзі тым қымбат, шыны керек. Әлде тек біздің регионда ма екен, ол кәдімгідей бір дұрыс емес бағалар, шыны керек. Сөздің шынын айтқанда мына пропусктың өзі 3000 теңгедей ау деймін, қателеспесем. Ал енді осындай легендаларды қосқан екен бізге. Басқасын қатырмаса да мына легендаларды қатырыпты. Кәдімгідей бізде обычный заттар бар екен. Мені мына легендалардың карточкалары таң қалдырды. Енді мына Ивальдоны қараңдаршы, мәссаған. Өте тамаша карточкасы. Енді осыны қалай да болсын алып алу қажет. Сіздерге де кеңес беремін, енді қолдарыңыздан келсе алып алыңыздар. Тіпті мына 4 карточканың 4-еуін де алып алған өте керемет болушы еді. Енді сөз жоқ, тамаша. Ал енді біз келесі басқа жерлер көрейік. Опа, кланы открыты деп бізге хабарлама жіберген екен. Ал енді кіріп қарайық. Біз әлі ешқандай кланда емес. Біз видео үшін жай ғана бір кландарға кіріп көрейік. Және мынандай кландар бар екен. Осыған кіріп қарайық. Опа, бізді кіргізбеді. Ал енді бұдан сәл төменірек кландар болса кіріп көрейік. Жай ғана видео үшін. Алдағы уақытта өзімізде бір кландарымызды ашып жатармыз. Опа, мына жерде тіпті наградалар бар екен. Бізге миллион очкоға жетсек 25 кристалл, ал 10 миллион очкоға жетсек тіпті 150 кристалл береді екен. Өте тамаша. Енді осындай бір клан, тіпті мынандай бірдеңелер бар екен, бұны білмейді екен. Ал біз қазір басқа стадиондарды көреміз. Енді кәдімгідей қолдауды аямайықшы достар. Лайк басып арнаға тіркеліп осы айдың соңына дейін 400 подписчикке жеткізіп тастасақ өте керемет болушы еді. Енді біз мына жерде жаңадан қосылған стадиондарды көрейік. Стадионды басамыз, және өзіміздің стадионымыз пока осындай. Жаңа стадиондарға кристалл жинап жатырмық қой. Негізгі осы кристалдың мақсаты стадион, бұл бұрынғы стадиондар, бұл 110 мың сыйымдылығы бар стадион. Және опа, міне ғажап, мынау Катардағы әлем чемпионатындағы стадион емес па? Мынандай стадион қосады деп ойлаған жоқпын. Және мына стадион енді сұмдық екен. Өте керемет стадион ғой мынау. T-Mobile аренаға тіпті өте тамаша кететін. Және осындай бір кристалға стадион қосқан екен. Сыйымдылығы 45 мың. Негізі аз ғой бұл. Аз болса да енді бірақ стадион әдемі екен. 950 кристалға тамаша. Мынау алдыңғы стадион. Енді осындай болды видео достар. Стадиондар тамаша екен.
Ал енді видео ұнаса лайк басып арнаға жазылып кетіңдер. Дремлига 2026 ұнаса лайк басып кетіңдер. Енді келесі видеода 2025 Дремлига мен 2026 жылғы Дремлиганы салыстыратын боламыз. Ендеше қолдауды аямайық. Ал ендеше келесі видеода кездескенше аман сау болыңдар.